Аманжол Рысмендиев, өрлеу кітабы 3 бөлім. Сіз неге сенесіз? Жеңімпаздарға арналған сенімдер жүйесі. Егер де өзгерістің жылдам болғанын қаласаңыз, ішкі сенімдер жүйесін өзгертіңіз. Марк Атласов. Егер де қолымнан келеді деп сенсеңіз, қолыңыздан келеді. Егер де қолымнан келмейді деп сенсеңіз, қолыңыздан келмейді. Неге, не үшін бір елде, бір қалада тұратын адамдардың тұрмыс деңгейі әртүрлі. Бәріне берілген бір мүмкіндік, бір заң, бір уақыт. Бірақ біреу жетістіктен жетістікке жетуден жалықпайды, біреу тұрмыс деңгейінің жыл сайын төмендегенмен шаршамайды. Айырмашылығы әркім алдына келген мүмкіндікті әртүрлі көзқарас танытып, әртүрлі шешім қабылдайды. Яғни, біздің өмірдегі табысымыз бен құлдырауымыз, бақытымыз бен қиналуымыз біз күнделікті қабылдайтын шешімдерге байланысты. Айналадағы болып жатқан жағдайларға емес, сол жағдайға деген реакциямызға байланысты. Жағдай, реакция, нәтиже. Қаншалықты деңгейде біз дұрыс реакция танытып, дұрыс шешімдер қабылдаймыз. Көз алдыңызға елестетіңізші, өмір ол үлкен бір сауда үйі сияқты. Сауда үйінің көпшілігінде адамдарға тоқтамастан қызмет ететін баспалдақ эскалатор жұмыс істейді. Қарап тұрсаңыз, эскалатордың баспалдақтары бірінен кейін бірі жоғары көтеріп жатады. Аяғыңызды қойсаңыз болды, сізді екінші қабатқа көтеріліп алып кете береді. Эскалатордың баспалдақтарын айналада болып жатқан жағдайларға теңесек, біз оны өз пайдаңызға жаратып, екінші қабатқа, яғни өрлеуге, өсуге пайдалана аласыз. Немесе қорқып, күдіктеніп, жай ғана бақылап тұрасыз. Толығырақ айтсақ, реакцияңызға қабылдаған шешіміңізге байланысты. Америкалық психолог Энтони Роббинстің тұжырымдауынша, біз қабылдайтын шешімдердің 10%-ын ойланып, қалған 90%-ын ойланбастан қабылдайды екенбіз. Көз алдыңызға мұхит бетіне шығып тұрған айсбергті елестетіңізші. Айсбергтің су бетінде ұшығаны көрінгенімен, су астында мұхит түбінен бастап өрбігенін көп бөлігін көре алмаймыз. Сол сияқты өмірде біз жастайдан таңдаулар қабылдайтын шешімдер 90%-ға біздің түр санамызда. Рон Хаппардың тілімен айтсақ, реактивті миымызға тиесілі. Дианетика кітабының авторы психолог Рон Хаппард адамның миын екіге бөледі. Біріншісі сарапшы ми, екіншісі реактивті ми. Ал біздің тілмен айтсақ, біз шешімді ойланып немесе эмоцияның күшімен қабылдаймыз. Айтыңызшы, сіз әрбір ісіңізді ойланып істейсіз бе, әлде эмоцияның күшімен істейсіз бе? Дұрыс істемей, артынан өкінесіз бе? Эмоцияны дұрыс пайдалану жолдарын алдағы бөлімдерден оқи аласыз. Кез келген уақытта шешім қабылдар алдында біз өткен тәжірибемізге, алған тәрбиемізге бағынышты болып, солардың күшімен әрекеттенеміз. Реактивті ми біздің осы уақытқа дейін естіген, көрген, сезінген ақпараттың барлығын сақтап келеді. Сіз туылғаннан бастап фундаментті қаланып, бұл өмірден кеткенше бізді басқарып отырады. Қалайша деп сұрауыңыз мүмкін. Біріншіден, реактивті мида көбінше қандай ақпараттар орын алатындығы жайында айтсақ, әдеттер, мінез, сенімдер жүйесі, ішкі құндылықтар, психология, менталитет, толығырақ айтсақ, сізді сіз етіп отырған программа. Мінез де, әдет те, көзқарас та, менталитет те сіздің миыңызға өзгелердің күшімен қойылған программа. Қалай дейсіз бе? Кез келген нәресте өмірге тап-таза болып келеді. Ненің мүмкін, нені мүмкін еместігінен ешқандай хабары жоқ. Ол үшін бәрі мүмкін сияқты болып көрінеді. Өсе келе нәресте ұнаған адамына ұқсауға тырысып, бой түзей бастайды. Ал баланың қасында кім уақыт болады? Әрине, әке-шешесі, әжесі. Олар не істейді, қалай ойлайды, қарым-қатынаста қолданатын сөз тіркестерін, көзқарастарын, әдеттерін, мінездерін бәрін көшіреді. Ғалымдардың зерттеуіне сүйенсек, бала бойындағы кісілік құндылықтардың көбісі 7 жасқа дейін қалыптасады екен. Тақырыпқа қайта оралсақ, өскен ортамызға қарай көзқарасымыз, ұстанымымыз, әдеттеріміз, мінезіміз, яғни тұлғалық қалыптасады. Сонымен біз өз ортамызға 10% ұқсамайтын егіздердің бірі болып шыға келеміз. Бірақ мен ешқашан ойымды, көзқарасым мен ұстанымымды, әдеттерімді өзгерте алмаймын деген ойдан аулақ болыңыз. Ол сіздің өз қолыңызда. Табысқа тез қол жеткізудің бірден бір жолы табысты адамдардың менталитетін, ұстанымын, наным, сенім, әдеттерін өз бойымызға қалыптастыру. Сіздің ұстанымыңыз, көзқарасыңыз, өмірде қай бағытпен жүретіндігіңіз айқындайды.
Осыдан 2 жыл бұрын Астана қаласында табысқа бастық жол атты семинар тренинг жүргіздім. Көпшілік қауымға арналған семинар болғандықтан тұрмыс деңгейі, ұстанымы әртүрлі адамдар қатысты. Әдеттегідей оларға өмір деген не деген сұрақ қойдым. Тыңдаушыларым шама-шарқынша жауап беруде. Бірақ есімде қалғаны табысты кәсіпкерлер өмір ол мүмкіндік десе, қарапайым жұмыстағы адамдар өмір ол қиындықтардың жиынтығы деп жауап берді. Бұдан айтайын дегенім, сіздің ой пікіріңіз, ұстанымыңыз бен көзқарасыңыз күйлі болатыныңызды немесе күйсіз кедей болатыныңызды айқындайды. Статистика бойынша аяғы ауыр әйелдердің 90% өздері сияқты жүкті әйелдерді жиі көретіндігі дәлелденген. Себебі адам өзінде немесе өз ойында бар қасиетті, бар затты көруге құштар болып жүреді екен. Мысалы, сізде X маркалы автокөлік бар делік, күнде жұмысқа бара жатып, тура сіздікіндей автокөліктің нешесін көресіз? Кездеспе өте көп. Шындығында сіздікіндей автокөлік қалада саусақпен санаулы болса да, сізге көп сияқты болып көрінеді. Өйткені біз көңілімізді өзге автокөліктерге бөлмей, тек өзіміздегіндей автокөлікке ғана бөлеміз. Сол сияқты өмірді мүмкіндік деп білетіндер мүмкіндіктерге, қиындық деп тұжырымдайтындар үнемі қиындықтарға кезге бермек. Ал сіздің көзқарасыңыз, ұстанымыңыз қандай? Бұл өмір сіз үшін қызықтарға, мүмкіндіктерге толы ма, әлде бірінен кейін бірі кезге беретін қиындықтарға толы ма? Өміріңізді өзгертіңіз келсе, өмірге деген көзқарасыңызды өзгертіңіз. Миллионер көзілдірігі. Жоғарыда айтылғандай, сіз өз көзқарасыңызды, ішкі ой пікіріңізді, яғни көзілдірігіңізді дұрыс пайдалансаңыз, үлкен күшке ие боласыз. Не бай қуат табысты болуыңызға көмегін тигізеді, не кедейлік деп аталатын түрмеге түсуіңізге көмектеседі. Бірақ есте ұстаңыз, өмірде болып жатқан жағдайларға кімнің көзқарасымен, яғни көзілдірігімен қарайтыныңыз, ол өз шешіміңіз. Табысты болу мақсатыңыз болса, сізге кез келген жерде мүмкіндік көретін миллионер көзілдірігі керек. Миллионерлік көзқарас, яғни миллионер көзілдірігі дегеніміз, адамның қандай жағдай болмасын, мақсатын орындау жолында мүмкіндікті көре білуі. Есіңізде болсын, айналаңыздағы болып жатқан жағдайлар маңызды емес. Сол жағдайларға деген реакциямыз маңызды. Жақсылық болсын, жамандық болсын, қиындық болсын, біз қашанда өз іздегенімізді табамыз. Сенімдеріңіздің шекарасын кеңейтіңіз. Көпшілігімізде қабілетімізді, жетістігімізді шектейтін сенімдер бар. Кейбір кезде неше түрлі таусылмайтын ырым-тыйым, аңыздарға сүйеніп өз қабілетімізге, әрекетімізге шектеу қойып жататын жағдайлар болады. Табысқа жетудегі маңызды қадамдардың бірі кедергі келтіретін наным-сенімдерді шабыттандыратын наным-сенімдерге ауыстыру болып табылады. Сіз ішкі әлеміңізге үңіле отырып, әсер ететін сенімдер жүйесін күш-қуат беретін шабыттандыратын сенімдер жүйесіне ауыстыра аласыз. Сіздің қолыңыздан келеді. Кедергі келтіріп, жүрекке қорқыныш пен күдік шақыратын сенімдердің бірі ойымыз бен бойымызда бір себептермен мақсатыма жете алмаймын, ол менің қолымнан келе қоймас деген сенімнің, ұстанымның болуы. 21 ғасыр мүмкіндіктерге кез келген істі істеу жайында шығып жатқан кітаптарға қарамастан, мен мұны істей алмаймын, ондай талантым жоқ, менің білімім жетпейді деп өзіміз сендіреміз. Мұндай өз қабілетімізге деген сенімсіздік қайдан пайда болған? Көпшілігімізге бала кезімізден еліктеп, ұқсауға тырысып жүрген әке-шешеміз, ата-әжеміз, қаласақ та қаламасақ та басымызға белгілі бір программа қойып тастаған. Олар мұны тұра тұр, сенің қолыңнан келмейді, тұрысы мен көмектесейін, сен алдымен өсіп ал деген сөздерді қолдана отырып істеген. Өзіміздің қабілетімізге деген сенімсіздікті бұл біз үшін өмірге бірге ала келіп, өзіміздің азын-аулақ сәтсіздіктерімізбен байланыстыра отырып, түп санамызға ұстаным етіп орнатып алғанбыз. Ал оның орнына өзімізге мен мұны істей аламын. Өзгелер неде істеді емес пе? Менің де қолымнан келеді. Егер де білімім жетіспесе, маған үйрететін адамдар табылады деп айтса қалай болады? Әрине, құр айтылған сөзден өміріңіз өзіңізге өзгеріп кетпейсіз, бірақ айтылған сөзіңізге 100%-ға сенімді болсаңыз, көп мәселе өзгерер сөзсіз. Қолымнан келеді деп сенсеңіз, қолыңыздан келеді. Шектейтін сенімдерді қалай жеңуге болады? Бұл жаттығу 4 этаптан тұрады. Әлемдік деңгейдегі спикер Джек
Кенфилд өз семинарларында қолданады. Сіздің қабілетіңізді шектейтін сенімдерден күресуге арналған бүгінгі таңдағы озық тәжірибенің бірі. Өзгерткіңіз келген сенімдер жүйесін анықтаңыз. Сізге кедергі келтіретін сенімдердің барлығын ойлана отырып тауып алыңыз. Өзгелердің күшімен сізге программа болып орнатылған сенімдердің кейбіреулерін назарларыңызға ұсынсам. Жоғары оқу орнына түсуге ақыл жетпейді. Мен жоғары оқу орнын бітіретін адамдар қатарынан емеспін. Ақша ағаштарда өспейді. Мен ешқашан байымаймын деген сөз. Еркек адам жыламайды. Өз сезіміңізді сыртқа шығару дұрыс емес. Алланың жазғаны болады, одан артық емес, кем емес. Маған табысты болу жазылмаған. Сен тек өзіңді ойлайсың. Өзіңнің пайдаңа көңіл бөлу жаман қасиет. Тізімді толтырып болсаңыз, келесі кезеңге өтіңіз. Ішінен маңызды дегенді белгілеңіз. Ол сізге қалай шектеу келтіретінін анықтаңыз. Сеніміңізді өзгерткенде қандай сезімді сезінгіңіз келеді? Сеніміңізді қарама-қарсы мағынада құрастырыңыз. Өзіңізге өзіңіз дәлелдеңіз. Мысалға, ақша маңызды емес, ақша маңызды. Себебі ақша бар кезде өзіңді жақсы сезінесің. Ақшаның көмегімен көп адамды қуантуға болады. Жақсы демалыс орындарында демалып, денсаулықты шынықтыруға болады. 4-ші, қалаған затыңды сатып алып, қалаған адамыңа сыйлай аласың. Табысты болу сенің қолыңнан келмейді. Мен табысты боламын, қолымнан келеді деп ауыстырыңыз. Себебі қаншама адам табысты болуда, менің де қолымнан келеді. Талаптанған тас жарады, талаптансам кез келген мақсатқа қол жеткізе аламын. Табысқа жету заңдылығын үйренудемін. Осы уақытқа дейін қаншама жетістікке қол жеткіздім. Бұдан да үлкен жетістікке қол жеткізе аламын. Столды стол ететін 4 аяқ емес пе? Сол сияқты мен әдемім десеңіз, ол жай ғана ой болып қалады. Ойды сенімге айналдыру үшін міндетті 4 аяқ 4 дәлел келтіру керексіз. Мен әдемімін, себебі мен кең маңдайлымын, қыр мұрындымын, көздерім ботаның көздеріндей. Бірінші орын алған жігіт сұлтанымын мысалындағыдай өзіңізге шектеу болып жүрген сенімдер жүйесін ауыстырыңыз. Бай болу маңдайыма жазылмаған дегенге мен де басқалар сияқты бай бола аламын деп себебін жазып шығыңыз. Кәсіппен айналысу сенің қолыңнан келмейді. Домбыраны үйренгенім сияқты кәсіпкерлікті меңгере аламын. Кәсіпкер болу қолымнан келеді деп өз себебіңізді жазсаңыз болады. Мына жерде ұлағатты сөздердің мақал мәтелдердің күші туралы айтамыз. Талшыбықтың қандай ағаш болып өсуі өскен жеріне, күткен бағбанына байланысты сияқты біздің де ішкі құндылықтарымыздың, көзқарасымыздың, ұстанымымыздың қалыптасуына әсер ететін факторлар өте көп. Әке-шешеміз көріп жүрген фильмдеріміз, оқыған кітаптарымыз, достарымыз, тағы да басқа. Солардың бірігері біз қатты құрметтейтін, дұрыс айтылған деп мойындайтын қанатты сөз тіркестері мен мақал мәтелдер. Ұстаздарымыз болсын, достарымыз болсын, бізге өзінің ойын дәлелдеу мақсатында мақал мәтелдерге, қанатты сөздерге сүйенеді. Өзімізде кейбір ісімізді, қателігімізді ақтау барысында естіген, оқыған мақал мәтелдерге жүгінеміз. Осы мақалды кім айтып, кім шығарды, оған мән берместен мақал болса болды, заң деп қабылдаймыз. Неге заң деп қабылдаймыз? Себебі халық айтса қалт айтпайды деген тағы мақал сөзді ұстанамыз. Ал сол мақалдардың тұрақты сөз тіркесінің барлығы сіздің жақсы өмір сүруіңізге, арманыңызға жетуге көмектесетініне сенімсіз бе? Мысалға, менің мектептегі мұғалімдердің бірі таудай талап бергенше бармақтай бақ берсін деген мақалды ұстанымына айналдырып алып, бізге бұл мақалдың дұрыстығын Алла басыңа жазбаса, арманыңа қанша талпынсаң да жете алмайсың деп дәлелдейтін. Біз керісінше талапқа нұр жауар, талпынған жетер мұратқа деп ұстанымызбен келіспейтінбіз. Нәтижесі біз арман қуып талаптанып кеттік, еңбегінің арқасында біраз биікке жеттік. Мақалдардың дұрыстығы, бұрыстығы маңызды емес. Қай мақал бізді шабыттандырады, жетістікке жетуімізге көмектеседі, сол маңызды. Төменде күнделікті қолданылып жүрген мақал мәтелдер тізімі берілген. Бірінші сіздің өзіңізге деген сеніміңізді әлсірететін мақалдар, екінші сізді шабыттандыратын, жетістікке жетуіңізге көмектесетін мақалдар тізімі көрсетілген. Таудай талап бергенше бармақтай бақ берсінді, талаптанған тас жарады деп өзгертіңіз. Маңдайға жазғаннан көресің. Амал мен нәтиже ниетке байланысты. Құдайдың күнімен таласпа. Бүгін бітіру керегісті ертеңге қалдырма. 40 кісі бір жақ, қыңыр кісі бір жақ. Жұрт не десе о десін, өз жолыңмен жүре бер.
Алладан сұраған құстай ұшады, адамнан сұраған мұрттай ұшады. Берекені көктен тілеме, еткен еңбектен тіле. Алла берем десе почкадан да береді. Түсіңе сенбе, ісіңе сен. Болатын бала боғынан. Қайдан шыққаның емес, қайда баратының маңызды. Елдің алды болсаң көз тиеді, арты болсаң сөз тиеді, ортасы бол. От болмасаң жоқ бол. Көп асаймын деп жоқ асама. Тәуекел түбі жел қайық, мінесің де өтесің, қайғы түбі тұңғиық, түсесің де кетесің. Сіз қай бөлімдегі мақалдар мен қанатты сөздерді құптайсыз? Болашақтағы басар қадамыңыз, асар асуыңыз соған байланысты болмақ. Өйткені сіз дұрыс деп бас иген мақалға, қанатты сөзге сенесіз. Сіз неге сенесіз, соған ие боласыз. Өз бақытым өз қолымда деп өсуге, өзгеруге талпынасыз, немесе маңдайға жазылған осы болар деген ойды ұстанып, қазіргі тұрмыс жағдайыңызды қанағат тұтып жүре бересіз. Егер де байқасаңыз, кедейлер сәттілікті Аллада күтеді, ал миллионерлер өздерінен күтеді. Еңбектенеді, оқиды, ізденеді. Еңбек етсең емерсің, жалықпасаң жеңерсің деп алға қарап жүре береді. Өз бақытым өз қолымда, осы бір ұстанымды тереңірек түсіну үшін келесі бөлімге өтейік. Ұйықтап қалмай, менімен біргесіз деген ойдамын.